Батыс Қазақстанды мекендеген ақбөкендер биыл 5 мыңдай басқа көбейді. Киіктерді әуеден санаған мамандар осындай мәлімет таратып отыр. Дегенмен жануарларды санау әлі де жалғасып жатыр. Соңғы кезде киіктерді халықаралық әдістеме бойынша санау жұмыстары техниканың көмегімен жасалады. Ұшақ сағатына 150 шақырым жылдамдықпен ұшқан кезде үйір киікті 3-4 секундта санап шығу мүмкін емес. Сондықтан киіктер алдымен фотоға түсіріліп, кейін бұл суретті компьютерге салу арқылы олардың саны нақтыланады. Бірақ көктем шыға 5 қаруын сайлайтын браконьерлер санақшыларды алаңдатып отыр. Осы кезде лағын өргізетін киіктер қарақшылардың құрбаны болып жатады. Өткен жылғы санақ кезінде шамамен 10 мың бас киік бар екен анықталған болатын. Ал биылғы жылы киіктер саны 15 мыңнан асады деп алдын ала болжап отырмыз. Бөкендердің жағдайы жақсы, азығы мен су ішетін суатта жеткілікті. Бірақ күн жылына жортуылға шығатын браконьерлердің бас көтеруінен алаңдап отырмыз.